Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі біздің Қазақстан тарихы пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы ғұндардың батысқа қоныс аударуы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына картаға назар аударуларыңызды сұраймын. Суретте не көріп отырсыздар? Бұл суретте кімдер ерекшеленіп тұр? Бұл тайпалық одақтар туралы не білесіздер? Тақырыпты болжап көріңіздер. Өткен сабақта біз ғұндар туралы үлкен тарауды бастадық. Яғни ғұн тайпалары қалай пайда болды, ғұн тайпаларының негізін қалаған кім, олардың саяси құрылымы мен қоғамдық құрылысы туралы толықтай білген болатынбыз. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың зерттеу сұрағына тоқталайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың зерттеу сұрағы ғұндардың батысқа қоныс аударуы қандай өзгерістерге алып келді. Сабағымыздың мақсаты ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы ғұн мемлекеті өзара ішкі тартыстар мен сыртқы қысымдардың әсерінен күйреуге ұшырап, оңтүстік және солтүстік ғұн мемлекеті болып екіге бөлінеді. Мемлекеттің оңтүстік бөлігін Хуанхэ Шаньюй, ал солтүстік бөлігін оның інісі Чжи басқарды. Солтүстік ғұндардың ордасы Моңғолияның Қырғызнұр көлінің маңында орналасады. Осы жерден олар үйсін тайпаларына және Қытайға жорықтар ұйымдастырады. Солтүстік пен оңтүстік ғұн мемлекеттерінің арасында жер мен билік үшін өзара қырқыс басталады. Уақыт өте келе оңтүстік ғұндар хан империясына бағынады. Ал солтүстіктегі ғұндар тәуелсіздігін сақтап қалу мақсатында солтүстік Моңғолия және де шығыс Түркістанға қарай қоныс аудара бастайды. Бұл ғұндардың Қазақстан мен Орта Азия аумағына қоныс аударуының алғашқы толқыны еді. Біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы бірінші қоныс аударуда ғұндарды Чжи басқарды. Олардың бір бөлігі Тянь-Шаньнан өтіп, Қаңлы тайпалық бірлестігімен көрші қолаң отырады. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Чжи өз қарауындағы ғұн тайпалармен бірге оңтүстік-шығыс Қазақстан жеріне қоныс аударады. Осындай жағдайда Қаңлы ханы Чжимен одақ құрып, оны үйсіндерге қарсы пайдаланбақ болады. Осы мақсатпен Қаңлы ханы Чжиге талас алқабынан жер бөліп беріп, өзінің атты әскеріне қолбасшылыққа тағайындайды. Алайда Чжи бастаған ғұн тайпалары қаңлылардың үмітін ақтамайды. Осыдан кейін Чжи Қаңлы билеушісінің қосынынан қуылып, Талас өзенінің жоғарғы жағына кетіп, сол жерден өзіне қала тұрғыза бастайды. Чжи Ферғана мен Парфия билеушілерінен қала құрылысына алым салық ретінде қаржы алып отырады. Қала 2 жылда салынып бітеді. Сырты мықты 2 қорғанмен қоршалады. Чжидің күшеюінен Қытай империясы қатты алаңдайды. Көп кешікпей, жалпы 40 000 біріккен Қытай және де үйсін әскерлері оған қарсы жорыққа шығады. Біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы Чжи мен Қытай әскерлерінің арасындағы шайқас Талас аймағында 2 күнге созылады. Чжи өз қаласын қорғауда римдік қолбасшы Марко Крас армиясының жауынгерлерін пайдаланады. Алайда ғұндардың қаһармандықпен қорғанғанына қарамастан Қытайлар қалаға басып кіріп, қамалды басып алады. Чжи және де оның әскерлері мен көптеген туыстарын қосқанда барлығы 1518 адам тұтқынға түседі. Қытайлар Чжидің басын алып, 1200-дей жауынгерін үйсін мен Ферғана билеушілеріне сыйға тартады да қалғандарын өлтіреді. Ғұндардың батысқа қоныс аударуының екінші бөлімін мен сіздерге видео арқылы түсіндіргім келіп отыр. Балалар, бейнероликке назар аударайық. Батысқа қарай қоныс аударуының екінші толқыны біздің заманымыздың 1 ғасырында, біздің заманымыздың 93 жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кей тайпалар ғұндармен одақтасса, қалған бөлігі тұрған жерлерінен ығыстырыла бастады. Ғұндардың қоныс аударуы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Ғұндар көші Паннония, қазіргі Венгрия жеріне көшіп келіп орнықты. Мажарстанның Венгрия тұрғылықты халқы мадиярлардың орталық Еуропа аумағына ұлы даладан келгені жайында деректер мен аңыздар көп кездеседі. Сол мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата жұрты санайды.
Тарихта ғұн тайпалары бастаған бұл ұлы көш халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен белгілі. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аумағына кіргеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда бола бастады. Ал енді балалар, сіздерге сұрақ. Бейнефильмнен қандай мәліметтер алдыңыздар? Және де бейнефильмнен қандай сұрақтар туындады? Картамен жұмыс. Балалар, халықтардың ұлы қоныс аудару дегеніміз не? Ғұндардың ұлы қоныс аудару бағыттары қандай? Ұлы қоныс аудару қандай өзгерістерге алып келді? Балалар, үй жұмысы ғұндардың екіге бөлінуі және Джи-Джи туралы дәптерге эссе жазу. Балалар, жаңа тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.